Қазақстанда биылдан бастап Наурыз мерекесінің ерекше атап өтілетінін Атырауда өткен ұлттық құрылтайда президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтқан болатын. 14-23 наурыз аралығында елімізде наурызнама 10 күндігі жарияланды. Соған сәйкес мектебімізде 14 наурыз көрісу күні амал мерекесі тойланды. 15 наурыз қайырымдылық күні. Бұл күн қайырымдылыққа, мейірім мен татулыққа арналды. 16 наурыз мәдениет және ұлттық салт дәстүр күні. 17 наурыз шаңырақ күні. Осы күні отбасылық құндылықтарымызды дәріптеуге арналды. 18 наурыз ұлттық киім күні. 19 наурыз жаңару күні. Осы күні көктемгі ағаш егу дәстүрі жалғастырылды. 20 наурыз ұлттық спорт күні. Мектебімізде ұлттық спорттан түрлі жарыстар ұйымдастырылды. Бүгін, яғни 21 наурыз ынтымақ күні. Оның басты мақсаты жалпы халық арасында бір-біріне деген сый-құрметті арттырып, татулық пен бірлікті насихаттау. Ынтымақ күні ел үшін маңызды тарихи оқиғалар мен ұлттық жетістіктерін еске алу уақыты. Сонымен қатар елдегі әртүрлі топтар мен қоғамдық топтарды біріктірудің маңыздылығын білдіреді. Жалпы тарихта наурызды тойлау 8-9 күнге жалғасқан. Оны наурызнама деп атаған. Бұл туралы деректер ұлы философ жазушыларымыз Махмұд Қашқаридің, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының, Абай Құнанбайұлының, Мұхтар Әуезовтың еңбектерінде жазылған. Назарларыңызға рахмет.